Архимед ең бірінші болып таза алтын құймасы сол көлемдегі судан 19,3 есе ауыр болатынын байқаған. Бұл алтынның тығыздығы судың тығыздығынан 19,3 есе көп екендігін көрсетеді. Бұл тәж жасалынған материалдың тығыздығы алтынның тығыздығына сәйкес келе ме, жоқ па деген сауалды анықтау үшін жеткілікті болды. Тәждің массасын табу оңай болғанымен, оның көлемін анықтау әлдеқайда қиынға соқты. Оның шешуін Архимед ваннада шомылып жатқан кезде тапты. Және оның қатты толғаныста болғандығы соншама, ваннадан секіріп, «Эврика, мен оны таптым» деп айғайлап жүгірген. Бұл тұжырым тәждің ауадағы және судағы салмақтарымен байланысты болды. Осы екі салмақтың айырмашылығы тәж ығыстырған судың салмағына тең. Егер ол судың салмағы мен тығыздығын білсе, ығыстырылған судың көлемін, яғни оған тең тәждің көлемін табар еді. Осының бәрін білсе, оған тәжді жасауға арналған материалдың тығыздығын табуда оңай болатын.